Жауабың бар? Сыныптан түгел. 35-ші параграф теориялық мүмкіндіктер. Балалар топқа бөлініп алайық. Біртіндеп келіп, мына жерде тұрған сендер білім класты ала қоямыз. Артында металдар, бейметалдар жастырылған, сол бойынша топқа бөлінеміз. Бір-бірлеп келе қойды. Бірін ала қойып, көрейік. Не шықты? Фосфор шықты, яғни бейметалдар тобы мына екінші топқа отырады, металдар мына жаққа. Келе қойды. Келесі. Не шықты? Әрбір жаққа көрсете қой. Қайсы шықты? Аша қойсын? Қолдан ала қойып. Әрине не шықты, яғни металдар тобы мына жаққа отыра қойып. Келесі. Ашыланы жаққа. Марганец шықты, яғни металдар тобына бара қойып. Мына жаққа бара бер. Қолдан ала бара бер. Білеміз. Мына жерде 10 балдық шкала тұр. 3 балдан бастап өзімізді бағалап отырамыз. Түсінікті ғой, әрбір тапсырма бергеннен кейін мынаны не істеп отырамыз? Жылжытып отырамыз. Екі топ бағаланып отырамыз осы білім класспен. Топ басшыларды сайлап алыңдар. Топ басшы бізде фантас қой. Енді тағы бір нәрсені түсіндіріп өтейінші. Мына бір алдарыңдағы не бар ғой? Топқа бөлген кезде бердің ғой, атын көріп тұрсыңдар ғой, бұның артында кері байланыс бар. Сабақ өткен кезде осының артына аты жөнімізді жазамыздар. Содан кейін мына жерге қайсысы түсінікті болды, кері байланысты. Яғни тұсына дейін қоямыз. Түсінікті болды ма, болмады ма, әлі қарауым керек па? Түсінікті ма? Сендер топ басшы кім? Қымыз. Бізде Аржан. Ал ары қарай сабағымызды жылжытайық. Егер берілген есептер шығару берілген болатын, дәптерімізді бір-бір сендер дәптерлерінде келесі металдар тобына бере қойыңдар. Есептерін тексерсін. Сендер мына топ басшыларын сайлап алайық. Металдар тобының топ басшысы қымбат. Бүкіл дәптерді жинап алып, келесі топқа береміз. Түсінікті, келесі топтың басшысы Аружан. Бүкіл дәптерлерді жинап алып, мына топқа береміз. Металдар тобына. Жеке жұмыс тапсырмасы бізге мынандай қайсы азоттың оксидтері, қайсы тұздар екенін ажыратып жазыңдар деп. Тұздар дегеннің тұсына тұздардың формуласын, қышқылдар дегеннің тұсына қышқылдардың формуласын, оксидтер деген тұсына оксидтерін жазып шығамыз.
жылдам орындаймыз. Бұл сіздің Hadi керек па? belirli soru var. Иә, белгілі шығу керек. Сіздің керек па бұны? Tuzlandı. мынау оттек болғандықтан Мен сегізді сияқты. көрсетеді. Мгм. мынау сүтек болғандықтан плюс бір көрсетеді, мынау плюс бесті көрсетеді. Мгм. Келесі. Tamam diyeceksin. Мынаны да сізге. Келесі. Енді кері байланыс жасайық. Алдымыздағы бағана білім класстағы берген барлық кері байланыстарымызды. Жазған аттарымды.